адамдарға мынандай эксперимент жасаған. Олардан өздерінің телефондарының ең соңғы 2 цифрасын жазды екен. Бірінші сұрақ. Олар жазған, біреулерде 01, 02 деген сияқты, 10, 20, 30, 80, 85 деген сияқты соңғы цифрларын жазған. Одан кейінгі екінші сұрақ олардан олар білмейтін сұрақ қойған. Мысалға, түрік қағанаты 552 жылы құрылды ма, әлде 800 жылы құрылды ма деп. Сол кезде жаңағы соңғы цифрасы төмен цифралар 01, 07, 07, 10 деген сияқтылар, олар төменгі цифраларды таңдаған. Ал 80, 90 деген сияқты жоғары цифралар бар. Телефондар соңғы жағы сондай цифралармен аяқталатындар, олар керісінше жоғары цифра 800 жылы құрылған деген цифраны қабылдаған. Бұл нені білдіреді? Ол біз егер миымызда ақшаға нақты цифра болмаса, біз өзіміздің айналамызда мысалы төмен айлыққа, төмен өмір сүруді таңдаймыз. Сондықтан да ең біріншіден өзіңіздің миыңыздағы ақшаға деген нақты цифраңыз жоғары цифра болу керек. Бір психологтың айтқаны бар, егер қалтаңыздағы кошелекті үлкейтіңіз келсе, онда миыңыздағы кошелекті үлкейтіңіз деген сияқты. Сондықтан да сізде ақшаға деген миыңызда нақты цифра, оны үлкейтіңіз, ол цифраны.